Тарихи оқиға. Ресей мен Украина 30 күндік бітімге келді. Путин әскерге тиісті бұйрық берді. Бүгін ақш президенті Трамп пен Ресей президенті Путин Украинадағы бейбітшілік пен соғысты тоқтату қажеттілігі туралы сөйлесті. Әңгіме телефон арқылы жүрді. Екі көшбасшы да бұл қақтығыс тұрақты бейбітшілікпен аяқталуы тиіс деген пікірге келген. Бұл туралы Ақ үйде Кремльде мәлімдемелер жасады. Бұл мәлімдемелерді Ақылтай News Telegram арнасынан толыққанды оқып шыға аласыз, сілтеме профильде. Путин қақтығысты бейбіт жолмен реттеуге принципті түрде берік екенін растады. Мысалы, Кремль мәліметінше Путин Трампқа сәрсенбі күні Ресей мен Украина 175 тұтқынды 175-ке айырбастайтынын хабарлаған. Лидерлер бейбітшілікке қадам, энергетикалық инфрақұрылымға соққы жасауды тоқтатудан, Қара теңіздегі теңіздік бітім шарттарын талқылаудан, толық атысты тоқтатудан және тұрақты бейбітшілікке ұмтылудан басталуға тиіс деген шешімге келді. Сонымен қатар Ресей мен ақш Украинадағы соғысты тоқтату бойынша арнайы сараптамалық топтар құрылатынын мәлімдеді. Сондай-ақ Путин мен Трамп екі ел арасындағы қарым-қатынасты қалыпқа келтіруге өзара мүдделі екенін білдірді. Мысалы, Ресей ізгі ниет белгісі ретінде Киевке ауыр жараланған 23 украиналық әскери қызметкерді қайтарады. Кремль хабарына сенсек, соғыстың ушығуына жол бермеудің басты шарты Киевке шетелдік әскери көмекті толық тоқтату және барлау мәліметтерін бермеу болуы керек. Сондай-ақ Путин Трампқа Украинада мобилизацияны тоқтату және Украина армиясын қайта қаруландыруды доғару қажеттігін айтқан. Сондай-ақ қос елдің президенттері таяу шығыстағы жағдайды талқылаған. Мысалға, Иранның Израильді түбегейлі жойып жіберу жағдайы болмау керек деген шешімге келіп отыр. Толыққанды ақпаратты Ақылтай News Telegram арнасында оқи аласыздар, сілтеме профильде тіркеліп қойыңыз.